Мынау алдыңғы видеоның жалғасы. Бұл видеода енді біз жаңағы есептерді шығаруды, әсіресе осы азайтуды қалай істеуді үйрететін боламын. Азайтуды істеудегі оңай жол қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. Ол үшін біз мына асты жағынан бастаймыз. Міне ең төменгі жағынан алынатын санның. Мысалы 7, 8. Дәл осылай азайтып бастаймыз. 7-тен 8 азайта алмаймыз. Минус болып кетеді. Сол үшін мына жерден 1-ді аламыз. Сол кезде 10, 7-ден 8 азайтамыз, 9 шықты. Мынадан 1 алынған. Енді одан 4-тен 5 азайта алмаймыз. Мына жерден тағы да 1 аламыз. Сол кезде 14-те 5 азайтсақ, мына жерде 9 болады, дұрыс па? Мынадан 1 азайтылды. 8 болып қалды. 8-ден енді 6-ны азайтқанда бізде 2 қалады. Кейін енді мына 5 өзінің жайына қайттан түссе болады. Бұны себебі азайтатын ештеңе жоқ. Дәл осылай жалғастырамыз. 9-дан 6-ны азайтсаң 3. 8-ден 9 азайта алмаймыз. Мына жақтан 1 аламыз. 18, мына жерге 9 түседі. Мына жерден тағы 1 аламыз. 14, 14-тен 5 азайтсақ, әрине 9 болады. Сосын мынау өзіне бұдан 1 азайтып тастаған соң 5 болып түседі. Міне, мына есеп дұрыс. Өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Енді жалғастырамыз. Мына жерден тағы да 1-ді аламыз. Сосын бұл жерде не болады енді? 11-ден 6-ны азайтқанда 5 қалады. Кейін бұл өзі 4 болып қалды. Мына жақтан тағы 1-ді аламыз. 14-ден 5 азайтқанда 9 қалады. 8-ден 6-ны азайтқанда 2 қалады. 7-ден 2-ні азайтқанда 5 қалады. Мінекей осылайша. Егер де сіздердің жаңағы мен көрсеткен есептер дәл осылай шыққан болса, онда сіздер бәрін дұрыс шығарғансыздар. Мына есептерді жазып алсаңыздар болады. Өздеріңіз енді жауаптарына тиіспей, тек қана мынаны жазып алсаңыздар, кейін өздеріңіз шығарсаңыздар болады. Мына жерді бос қалдырмас үшін осылай жасап шығардым. Енді бұл менің алғашқы видеоларымның бірі. Бұларды қалай айтсам болады? Алғашқы пробный деп алсам болады. Яғни эксперимент ретінде өйстіп шығарып жатырмын. Кейіннен мына кітапта жалпы 10 мыңнан көп есеп бар. Және бұл есептердің енді дағдыларын айта алмаймын. Мінекей, өте қиын есептер де бар. Оңай, міне функция, тағы косинус, синус, тағы мынау сияқты тағы логарифм, кері функция деген дүниелер бар. Ендеше сау болыңыздар. Келесі кездескенше лайк басуды ұмытпаңыздар.